Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Қадір сүресін былай бастайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Лейлатул қадри хайрун мин алфи шахр. Садақаллахул азим. Біз шын мәнінде Құранды, яғни оны Қадір түнінде түсірдік дейді. Сен Қадір түнінің қандай түн екенін білесің бе? Сен қайдан білесің? Деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сұрақ қоя келе, ары қарата айтады: Қадір түні 1000 айдан қайырлы түн дейді. Құрметті жамағат, алдымызда осындай 1000 айдан қайырлы болған түн келе жатыр. Ол несімен қайырлы? 1000 айдан қайырлы осы түнде оқылған намаз, 1000 айдан сауабы көбірек болатын намаз. Осы түнде жасалған қайырымдылық 1000 айдан сауабы көбірек болатын қайырымдылық. Осы түнде жасалған дұға 1000 айдан сауабы көбірек болатын, 1000 айда жасалған дұғадан артық болатын дұға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады бұл түн жөнінде: Мән қама лейлатал қадри иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замби. Садақа Расулуллах. Кімде-кім осы Қадір түнінде Аллаға иман келтіріп, Алла Тағаладан сауабын үміт етіп, түнімен намазбен, құлшылықпен өткізетін болса, онда оның алдыңғы жасаған күнәсінің барлығы да кешіріледі дейді. Міне осылай сауаптар еселенетін, күнәлар кешірілетін түн. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды: Я Расулалла, мен егер Қадір түнін күтсем, сөйтіп Қадір түнінде құлшылық жасап отырсам, сол Қадір түніне құлшылығым сәйкес келсе, не айтайын дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйреткен дұғасы Айша анамызға: Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афуа фаъфу анни. Бұның мағынасы не? Ва Аллахым, сен кешірімдісің, сен шексіз жомарттықтың иесісің. Ва жаратушы Алла Тағала, менің күнәларымды кешіре көр, себебі сен кешіруді жақсы көресің дейді. Міне осы дұғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға үйреткен екен. Алла Тағала Қадір түнін құлшылықпен өткізуді баршамызға, барша мұсылманға нәсіп етсін. Алла Тағала осындай амалдары, құлшылығы, жақсылығы, игілігі 1000 айдан қайырлы болатын. Яғни 83 жылда жасалған қайырымдылықтан, ізгі амалдардан сауабы көбірек болатын, абзал болатын түнді баршамызға құлшылықпен, дұғамен, жақсы, игі амалдармен өткізуді нәсіп етсін. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.